Hi guys, how are you? I would like to talk you summative assessment for the third term according to the third grade. Task 1 for listening. Listen to the teacher and mark the statements true or false. Бірінші тапсырма тыңдалым бойынша мұғалімнің инструкциясын мына жерде тыңдайды және сөйлемді дұрыс бұрыс екенін табу қажет. Алдымен тапсырма түсінікті болу үшін мына сөздікпен жұмыс жасап алайық. Violin скрипка, wool тері, былғары, жүн, wood ағаш, string ішекті, violinist скрипкашы, pianist пианинашы. Бірінші сөйлем The violin is usually made of wool. Яғни скрипка теріден жасалынған дейді. Ал мұғалімнің нұсқаулығына назар аударсақ, бұл жерде міне The violin is a string instrument which is made of wood дейді. Яғни ағаштан жасалған деп тұр. Яғни бұл сөйлеміміз бізде false болады. The violin is an instrument from the string family. Міне it's the smallest instrument in the string family. Яғни бұл сөйлеміміз true болады. Үшінші сөйлемде If you play a violin, you are called a pianist. Егер сен скрипка ойнасаң, оны пианинашы деп атайды дейді. Яғни бұл сөйлем false. Дұрыс емес, иә? Төртінші сөйлемде The violin is a very old instrument. Яғни скрипка өте ескі музыкалық аспап деп тұр. Ал мәтінге назар аударатын болсақ, The modern violin is about 400 years old. Яғни бұл сөйлеміміз дұрыс екен. True болады. Task 2. Read and follow the instruction. The first read the text. The second answer the questions. Choose only one answer. And circle the answers. Яғни екінші тапсырма оқылым бойынша берілген екен. Мәтінді оқыңыздар дейді және сұрақтарға жауап беріңіздер. Бір жауапты ғана белгілейсіздер және жауапты дөңгелектеп қоршайсыздар. Мәтінге назар аударсақ, My name is Mia. I am a pianist. I began studying the piano when I was 3 years old. Яғни менің атым Мия, мен пианинашымын және мен пианино оқуын 3 жасында бастағанмын дейді. I am 10 years old now. Мен қазір 10 жастамын. I play the piano in the orchestra at the community college. Мен қоғамдық колледжде оркестрінде пианино ойнаймын дейді. We give a concert 2 times a year. Біз жылына 2 рет концерт береміз. I always practice new music for the next concert. Келесі концерттер үшін жаңа музыкалар қосамыз дейді. During the school year, I take 4 piano lesson every week from my piano teacher, Mrs. Taylor. Мектептегі оқу жылы кезінде мен пианино сабағына аптасына 4 рет қатыстым. Және менің мұғалімім Mrs. Taylor болды. Now answer the question. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. When did Mia start to study piano? Mia пианино үйренуді қанша жастан бастады? Соны табу керек. Мына текстте 3 жастан деп белгілеген, ал енді мына жерде қате кеткен болу керек. Сіздер варианттарыңызды белгілеген кезде 3 жас деп белгілеңіздер, жарай ма? The second question. Where does Mia take her piano every week? Мия әр апта сайын пианино сабағына қай жерге барады үйрену үшін? Яғни C варианты, at the community college. Үшінші сұрақта, how many times a year do they give a concert? Олар концертті жылына қанша рет береді дейді. Яғни жылына 2 рет берді. 2 times a year. Соны білесіздер, A вариантын. Төртте, how many hours a week does Mia practice the piano? Mia аптасына қанша сағат пианино сабағына қатысады? Яғни B 4 hours деп белгілейсіздер. The next task for writing. Complete the sentence about the inventions. Use adjectives and connectors and but in your sentence. Сын есім мен connectors, яғни байланыстырушы and but деген сөздерді
пайдаланып сөйлемді аяқтаймыз. Мысалға назар аударсаңыздар, this is a nice and clever invention. Яғни nice, clever сөзіміз бұл жерде сын есім, арасында байланыстырушы and деген сөз. This is nice, бұл жақсы, but бірақ dangerous invention, қауіпті өнертабыс. Енді дәл осы мысалдарға сүйене отырып сөйлем құраймыз. This is a nice and new invention. Екінші сурет бойынша this is a clever but dangerous invention деп айтамыз. Үшінші сурет бойынша this is a useful and a smart invention. Төртінші сурет бойынша this is a fast and a big invention деп жазамыз. Last task for speaking. Read the question aloud. Answer them in complete sentence. Суретке қарап, төмендегі сұрақтарға жауап береміз. What's the name of this man? The name of this man is Marco Polo. Who was he? Ол кім болған? He was an explorer. Яғни ол зерттеуші болған. Үшінші сұрақ. When did he first go to China? Ол Қытайға алғаш рет қай жасында барды? He went the first to China when he was 17. What was the Silk Road? Яғни жібек жолы дегеніміз не? The Silk Road was a trade road. Яғни жібек жолы бұл сауда бағытындағы жол. Сабақ пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал ендеше қош сау болыңыздар. Goodbye. See you soon.